Менің есімім Байархан. Менің есімім Аяна. Менің есімім Арсен. Менің аты-жөнім Айнұр Ақылбекқызы. Айнұр апай, мен әуешардағы ертегіні білемін. Айтайыншы. Керемет, ендеше тыңдайық. Бұл ертегі магнит деп аталады. Ертеде магнит атты күрек бақтаршысы болыпты. Оның басы темірден жасалған ағаш таяқ бар екен. Ары қарай не болар екен? Магнит атты бақтаршы қой бақ жүріп бір үлкен қара тасты көреді. Ол қара тасқа таяғын бірдеңден жабысып қалды. Ал ағаштан жабыспады. Тіпті аяқ киімін ялаң аяқ басып та көрді. Тіпті үстінде киімін шешіп жастырып та көрді. Бірақ жабыспады. Сөйтіп магнит атты бақтаршы қара тастың тек қана темірге жабысатынын түсінді. Қара тастың бірнешеуін алып алып достарын таң қалдырды. Балалар, ойын ойнар алдында ең алдымен магниттің қай нәрсеге жабысып, қай затқа жабыспайтынын анықтап алайық. Мынау игілді, бұған жабысты, бұның құрамында темір бар. Ал мынау бұрандағы шеге бұған жабысты, өйткені бұның құрамында темір бар. Ал мынау қағаз, ал мынау кіл қыштырғыш бұған да жабысты. Ал балалар, мынау ағаш ойыншық. Қараңдаршы, мынау жабысады ма екен? Жабыспады. Неге жабыспады деп ойлайсыңдар? Оның құрамында темір жоқ. Дұрыс айтасыңдар, тамаша. Бұл тәжірибенің аты су магнитке кедергі бола ма деп аталады. Бұл тәжірибені жасау үшін бізге не қажет екен? Стакандағы су, қағаз қыстырғыш және магнит. Өте тамаша. Ендеше балалар, біз қазір мына стақанның ішіндегі қағаз қыстырғышты магнитті судың ішіне салмай, немесе қолымызды судың ішіне батырмай алуымыз қажет. Ал, бастаймыз. Жабыспады. Енді не істеуге болады? Апай, стаканның қабырғасы арқылы алып көрейікті. Ал, ендеше алайыншы кәнеке. Тамаша, мен сенімен келісемін, Арсен. Міне, біз... Міне апай, алдым. Тамаша. Бұл жерде кедергі не екен? Су. Дұрыс айтасың, тамаша. Мінекей, көрдіңдер ме балалар? Магниттің мықтылығы соншалықты судың астындағы қағаз қыстырғышты өзімен бірге алып шықты. Балалар, мынау не екен? Топырақ ой табиғатқа жатады. Дұрыс айтасың, Арсен. Білесіңдер ме балалар, мен сендермен келмей тұрып, мына топырақтың астына бір зат жасырып қойдым. Сол затты қалай алуға болады? Магниттің көмегімен алуға болады. Ендеше, кәнеке алып көрейікші. Апай, міне, мен шеге тауып алдым. Мен сіздің жасырған шеге. Керемет, най. Сіздің жасырған шеге. Ал бұл жерде кедергі болып тұрған не екен? Топырақ. Дұрыс айтасың. Міне апай, мен де тағы да бір шеге алдым. Апай, Байархан, қарашы, мен шеге тауып алдым. Мен шеге тауып алдым. Апай, қарашы, мен де шеге тауып алдым. Жарайсыңдар балалар. Балалар, сонда мынау магнит бізге топырақтың астындағы құрамында темірі бар зат шегені ешқандай кедергі қарамай өзіне тартып алады екен, иә балалар, иә? Балалар, мынау ғажайып үстел ойыны. Бұл ойынға не қажет екен? Үстел, машиналар және магнит. Дұрыс айтасыңдар. Бұл ойын шарты мынадай. Қазір сендер үстел астына мынау магнитті қоясыңдар да үстел бетіндегі көліктерді жүргізесіңдер. Балалар, қанекей, дәл осы әдісті өмірде қалай қолдануға болады, айта отырайықшы. Менің үстіне үшкір заттар түсіп қалса, магниттің көмегімен алуға болады. Мінекей балалар, көрдіңдер ме? Магниттің достары қара тастың кереметтігіне таң қалғаны соншалықты. Магниттің құрметіне қара тастың атын магнит деп атаған екен. Әрдайым есіңізге сақтап алайық. Ендеше сау